Құрметті Юлдашев Егін ағамызды есіне ала отырып өткізіп отырған кіші мини-футболдан турнирі салтанатты түрде ашылуы барлық қонақтарымызға қош келдіңіздер дейміз. Бүгін біз ерекше мақсатпен жиналып отырмыз. Бұл турнир тек спорттық жарыс қана емес, сонымен қатар жүрегімізде мәңгі сақталатын ардақты жанды еске алу, оның өмірі мен еңбегіне тазым ету күні. Сондай-ақ құрметті қонақтарымыз, барлық қонақтарымызды бүгінгі марқұм Юлдашев Еркін ағамызды еске алып бүгін кіші мини-футболдан турнир барлық қонақтарымызды тағы бір рет қош келдіңіздер. Енді осы ағамызбен бірге өскен, бірге осындай халқымыз үшін еңбек еткен аға іні болып, бүгін осындай бір күнімізге арнайы қымбатты уақыттарды аямай, бүгін осындай бізге қонақ болып келіп отырған бір қатар тараптарымыздармен құттықтау сөз кезегінде, сондай-ақ бүгін мен осы Шымкент қаласы Сайрам Тұрғын алабы ақсақалдар оның төрағасы болған құрметті Құдырат ағамызға сөз кезегінде қош келдіңіз. Бүгінгі мерекелік шара құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Mana shu bugungi musobaqaga mana bugungi yaxshi niyat qilinib, mana shu jiyanimiz Erkin nomiga bir yaxshi kunlar o'tkazilyapti. O'zinglar hammanglarga ma'lum, mana shunday joyni qurilib, mana shunday sizlarni boshqalarni qo'shishga boshlagan Yo'ldoshev Erkin o'yin bizning jiyanimiz bo'ladi, xudo xolasa. Shuni bir yana xatira qilib eslash uchun mana shunday bir turlar o'tkazilyapti. Men o'ylayman bu turlar hech qachon to'xtamaydi, davom etib boraveradi. Orqasida qolgan farzandlari, ukalari, jiyanlari, tog'alari hammalari birgalashib ana shuni qilishga harakat qilamiz. Allohim mana shu musobaqada hammanglarga g'alaba tilayman. O'yinlar chiroyli o'tsin. So'ziga kelib yaxshilab unchalik kelib qolmanglar. Bugun turnir boshqacha turnir. Teringlar sog' bo'lsin, hammanglar o'yinlarni hammanglar yutaveringlar, xudo xolasa. Rahmet. Al endigi so'z kelgan құрметті qonaqlar, arnayı bugungi sharaga qancha xizmatlarni tashlab, bugun siz biz uchun arnayı kelib o'tgan Shimkent qalasining құрметті azamati, qalamizga, o'sha Sayram Turg'un alamimizga o'ta ko'p еңбегі singgan, o'ta ko'p yordami teggan bizning qonog'imiz Shimkent qalasining maslihatining deputati Ashirboyev Bayken ағамызға men so'z berib qo'sh keldimiz. Rahmet. Assalomu alaykum, hurmatli qala turg'unlari, sport sevar qavm. Sizlar men bizlarda o'shanday sportlar o'rtasida кездесіп отырған Аллаға сан шүкірлері болсын. Бұл керемет айда, бұл керемет айдың себебі кеше Алла разы болсын тұтқан оразаларыңыз қабыл, кеше айт намаздарыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл болып, еліміз жұртымыз аман болсын. Мына біздің ата-бабаларымыздың аңсаған арманы Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз деген жаңару мен жақсылықтың бірліктің мерекесі. Бұл айға біздің ата-бабаларымыздың бәрі армандап осындай кең жайып, осындай жай бір рахат заманда тойласап кеп өткен ақсақалдар көп келді. Солар сіздердің имандарыңыз саламат, топырақтары торқа болсын. Мынау қазақта жақсы сөз бар, артында қалған оңалар дейді. Мынау Еркін бауырымыздың артында ұлы бүгін қалып әкесінің көргенін істегісі келіп осындай спорт шалаға атсалысып жатыр екен. Қабыл болсын. Ниет, дұға, құрамдарын бәрі қабыл болып, Алла ол кісіні жәннаттан орын берсін. Бұл Еркін туралы айтпайсақ, орны бөлек азамат. Еркін деген өзі қарапайым отбасында өскенменен бұл Сайрамға салған еңбегі өте үлкен көп. Біздің бүгінгі таңда бір кім машинамен жүрсе, бір жағдайы дұрыс болса, сол адамның жағдайын сұрауға сондай құмар болдық.
бұл кісі 20 жылдан астам бірігіп мынау жетімдердің, аз қамтылған отбасылардың басын сипаған азамат. Осы елге болсын деп патриотизм, ел үшін спортқа атсалысып өткен азамат. Мұндай азаматтар кемде кем. Біреулер өзінше байпатша болып жағдайды істеп, көршісімен амандаспай жүрген азаматтар бар. Бұл еркін, елім деп жүрген, халқым деп жүрген, бауырлары үшін, достары үшін туған азамат. Алла алдынан жарылқасын. Бұл сайрамдағы бір туар азаматтың бірі бірегейі. Неше түрлі байлардан, мен сіздерге айтайын, аттың басындай үлкен абыройы бар. Ол кісіден артық, ол кісілер дүниесі болмаған, бірақтан бұл имамгершілікке де, Алла жолында да, жетім жесірге де халыққа істеген еңбегі өте орасан. Сол үшін досымыздың иманы саламат, топырағы торқау, Алла алдынан жарылқасын. Артында қалған ұрпақтарына ол кісінің көрмеген қызығын, жақсылығын көріп, осындай жетістікке жетіп, содан мына спорт саласын дамытып, үлкен сайрамнан үлкен жетістікке жетіп алсаңыздар, сол кісілердің аруағы риза болады деп есептеймін. Алла баршаңызға разы болсын, наурыз мерекеміз құтты болсын, жақсы күндерде қауышқанша бәріңіз аман болыңыздар. Рахмет. Шымкент қаласы мәслихатының депутаты құрметті Жабаев Майкен ағамызға үлкен рахмет. Ал енді Майкен аға рұқсатыңызбен әркімнің өзінің ұстазы болады, сондай-ақ сізді сенген адамыңыз, сіздің ұстазыңыз құрметті бүгінгі кешіміздің тағы бір құрметті азаматы Амирхан ағамызға мен сөзге деген берейін. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті үлкендер, құрметті бүгінгі жарыстарға қатысқан жасөспірімдер, жас жігіттер. Біз еркін бауырымызды еске алған кезде оның қарапайымдылығын, оның адамгершілігін, оның қандай мәселелер болса да әлсіз шешім беретін жағдайын сақтауымыз керек. Ертең біз осы сайрамның жасөспірімдеріне футбол мен спортпен айналысуына өте көп үлес қосты. Оларды жарысқа апарып, оларды көлікпен қамтамасыз ету, оларды жетістікке жетуіне де зор үлес қосқан бауырымыз. Кім ойлаған міне бауырымызға осындай еске алу турнирінде біздер төлеген еттік. Жаман өлімдігін жамандауға қимайтын азамат кімімізде артымызда бас кеткен. Спортты жоғары деңгейге шығарам деген азамат еді. Біз мына жаңымыз келгенде бадам ауылдың еліне келіп балдар ойнамады. Тарихты ұмытуға болмайды. Біздің бадамның футболының көтерілуі осы ертеңінің үлесі өте зор болды. Біздерді алғаш рет басым қосып әкелді біздің командалармен ертеңнің командасымен 2 ай бірге совместный тренировка қылдырып, ауданға барып, ауданда жөнін алғанбыз бұл бадам командасы. Міне ертеңнің еңбегінің арқасы. Ертеңнің сен сайрамнан мен бадамды бөлмейтін кеңдігінің арқасы. Біз сондайлардың бәрі жігіттер. Сондай азаматтарымыздан айырылып қалдық. Жаратқан елінің ешқандай қарсы тұра алмаймыз ғой, бірақ артында қалған, міне сіздер басында артында қалған ұлы бар. Артында қалған, жанында ертіп жүрген міне бәйге сияқты бауырларымыз бар. Аға сұрап біз сияқты аға болып жүрген біздер бармыз. Ертеңде еш уақытта ұмытуға болмайды. Қай салада болса да, тек спорт емес, басқа салада ұмытуға болмайды. Дін саласында да, мешітке жәрдемдесу, жол құру, бәрінің асылысқан азамат. Жаңа мынау депутатымыз жас сөз айтып кетті ғой, оны қайталаудың қажеті жоқ шығар. Бірақ ертеңнің сайрамға, бадамға, осы атырапқа істеген жақсылықтар өте көп. Мынау бүгінгі турнирде айғай шусыз таза түрлер болсын. Ең күшті команда жеңіп алсын жігіттер. Ертеңнің өзі қалай адал болса, бізді адал ойнайық. Оның турнирінде шата шығармайық, сендерден сұраныс. Мынау ниеттер қабыл болсын, бүгінгі турниріміз жақсы өте берсін балам. Ұмытпай, жылда осындай турнир беріп тұрайық. Сау болыңыздар, ұмытпай команда жеңе берсін. Рахмет. Амирхан аға, рахмет көп сізге, сізді жасыңызды берсін барлығыңызға. Ал енді hurmatli mehmonlarimiz, endigi so'zni olotiraman. Mana shu sayram diyorimizning faxriy fuqarosi, sport murabbiyi, qancha yoshlarning ustozi bo'lgan, mana shu futboldan aynan hurmatli Mirkomil akamizga men mikrofon tutaman. Xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugun Respublikamizni o'tkazilayotgan musobaqaga kelgan aziz mehmonlar,
aziz sportchilar, hammamiz denimiz sog' bo'lsin, har doim mana shunday musobaqalarga qatnashib turaylik. Erkin ukamizni haqida gapirsak judayam gap ko'p. Mana hozir akalarimiz bir qator aytib o'tdi. Sayramiz, Chimkentimiz, Ligimiz har joylarda juda ko'p mehnat singdi. Mana shunday kasanalarni yaratishga mehnat singdi. Yosh bolalarni musobaqalarda qaranishlarimizga qaytarmasdan ko'p yaxshiliklar ko'rsatdi. Nima deymiz, musobaqalarni yaxshi o'tkazaveraylik. Erkin ukamizni yotgan joylari Alloh qolib oxiratlarda obod bo'lsin. Biz har doim mana shunday yaxshi musobaqalarda ishlash kerak. Rahmat hammalarga. Oxirgi tarafdan yerdagi so'z kezagining bugun o'sha yerda futbol bo'lgan so'ng maqtanish deb aytam. Bugun bizning Chimkent, Sayram turg'unlarimiz bugun ko'rishimiga netdi deb xabarlar bor. Kechagina Angliya chempioni bo'lgan bizning O'rta Osiyoning maqtanishi, Turkiya xalqlarining maqtanishi bo'lgan. Top klublarning biri Manchester City'da top tepayotgan Abduqodir Husanovday o'g'lonni tarbiyalagan yil. Ko'rshim mamlakat O'zbekiston Toshkent qalasidan kelgan hurmatli qonog'imiz Abduqahhor Ma'rufaliyev 5 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan mehmonimiz bugun mana shu bizning qatorimizda turibdi. Men so'z navbatini beraman. Xush kelibsiz. Hurmatli Abduqahhor aka, hurmatli vaqtinglarni ayamasdan uzoq masofani yaqin qilib, bugun mana shu hurmatli marhum Erkin akamizni xotirasiga bag'ishlangan futbol turniriga bir komanda bilan kelib, bugun mana shu oilani, bizning Qozog'istonimizni, bizni Sayram yerini sinabmas, siylab kelgan sizlarga ming olqishimiz bor. Marhamat, ikki og'iz tabrik uchun so'z. Avvalambor assalomu alaykum. Erkin aka bizga begona emas edi. Men o'zim Sayram, Chimkent, Qozog'iston begona emas. Men o'zim Qozog'istonda Petropask, Kashtar shaharlarida o'ynaganman. Kimlardir biladi. Men o'rtoqlarim Ulug'bek Hasanbayev, Kanat Musabayev, Fayzullo O'rdobayev bo'lgan o'rtoqlarim. Shu Erkin aka begona emas. Biz shu Toshkentdan shunchalik qilib taklif qilganingizga katta rahmat sizlarga, hammalarga. Erkin akamni nima bo'lgan? Qancha gapirsak ham yoshlar sal anaqa bo'lgan ekanlar. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda, oxiratlari obod bo'lsin. Endi men o'ylaymanki, bu turnirni menimcha boshlanishi, Xudo xolasa, shunaqa qilishimiz kerak. Faqat bu yerda emas, Toshkentda ham taklif qilib, biz ham komanda bilan borib, bizda ham balki chiroyli o'yinlar o'tkazib, shu turnirni keng yetkazib yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Xudo xolasa shu niyatdan Xudo xolasa agar biz ham Toshkentda shu turnirni o'g'illar bilan birga belashib kelishib nima qilamiz, kelishib musobaqalarni organizatsiya qilamiz. Xudo xolasa taklif qilamiz sizlarni. Taklif uchun katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa chiroyli o'tsin, kuchli komanda yursin. Abduqahhorga rahmat. Bugun nafaqat sport kuni, balki mana shu O'zbekiston, Qozog'iston o'rtasidagi ko'prik mana shu sizlar bilan mustahkam, doim omon bo'linglar. Har doim borlik endi yo'qolmasin. Mana shu doim sportda o'zingizlarning mehnatinglarni ayamasdan, aka, uka bo'lib, do'st bo'lib, xudo xolasa ko'p yillar mana shu xalqimiz uchun o'zingizlarning sog'lik, xotirjamlik uchun doim ko'rishib yurishni Alloh nasib qilsin deyman sizlarga. Ana endi aziz mehmonlarimiz endigi so'z navbatini butun umrini islom diniga bag'ishlab, har doim bizning yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham doim yelkadosh bo'lib, bilganlarni biz bilan baham ko'rib, har doim xalqimiz uchun astoydil mehnat qilib kelayotgan hurmatli dominamiz, hammamiz bilgan, hammamiz tanigan Jamshid dominamiz mana shu orakamiz o'rtada turibdi. Xush kelibsiz, bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz akalar, ukalar, mehmonlarimiz, bugungi tadbirimiz muborak bo'lsin. Erkin akamizni ruhlarini Alloh shod qilgan bo'lsin. Har doim yaxshilikka jamlagan siz bizni mana shu sport tarafidan yoshlarimizga bir o'rnak bo'ladigan darajada xizmat qilib o'tdi. Hammamizni boradigan manzilimiz bir, ertami kechmi albatta boradigan manzilimiz. Shuning uchun ba'zi bir insonlar borki, odamlar kelganda xursand bo'lib ketadi, shu bilan suhbatlashsam, shu bilan o'tirsam, shu bilan birga bo'lsam deb
xursand bo'ladi. Ba'zi bir insonlar borki, odamlar undan o'zini olib qochadiki, bu insonni bizlardan nari tursin deydi. Endi Erkin akamiz shunday bir yaxshi insonlardan dediki, mana shu bugungi kunda yoshlarimizga shunchalik darajada sportga bo'lgan muhabbat, boshqa nodurust ishlardan chetda bo'lsin degan maqsadi ko'p xizmat qildi. Alloh shu Erkin akamizni ruhlarini Alloh shod qilgan bo'lsin. Bu tadbirimiz kelajakda yana davom etadi degan umiddamiz. Inshaalloh kelajakda kelayotgan orqamizdagi yoshlarga bir ibrat tariqasida, namuna tariqasida bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Alloh taolo bugungi tadbirga qatnashayotgan barcha akalar, hammanglar g'olibsizlar. Bu yerda mag'lub yo'q. Eng keragi bu yerda o'ynayotganda shunga guvoh bo'lamiz, har doim bir-birini hurmat qilish bo'lmaydi bu yerda. Hurmat qilsak, hurmat topamiz azizlar. Yonimizdagi o'ynayotgan tarafimizdagi qarshilashimiz bizni dushmanimiz emas, balkim do'stimiz. Uni oyog'ini chalib, yiqitib, birov bergan lat yetkazib, u kerak emas. Shuning uchun Alloh taolo insonni aziz qildimi, aziz bo'lib yuraylik. Hammamiz bir-birimizni hurmat qilaylik. Alloh barchanglarni umrlariga barokat bersin. Bugungi tadbirimizga Alloh barokat bersin. Ishinglarni rivojini bersin. Rahmat hammanglarga. Rahmat. Hurmatli qonaqlar, bizning Erkin agamizning adamgarchiligi, qaysarligi, jani umrga degan suyuqlikligi barimizga ulgu bo'ldi. O'shanday elga qasriyatlari orqali o'z izini qoldirib, ko'pchilikning hurmatini bo'lindi. Sonday hurmatli qonaqlar, hurmatli marhum Erkin agamizni bizning sayramiz uchun, yoshlar uchun istagan жұмыстары өте көп, ал енді қалған жұмыстарына ары қарай жүргізу үшін, ары қарай атқару үшін өз еңбегін аямай келе жатқан құрметті Абдулла ағамызға енді сөз кезегін бере келеміз. Қош келдіңіз. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Hammanglarni shu bugungi akamiz, Erkin akamizni xotirasiga bag'ishlangan turnirga kelganinglarni chin qalbdan tabriklaymiz. Xudo xolasa turnirimiz chiroyli, yaxshi o'tishiga qat solishib, birga bo'lishinglarni iltimos qilamiz. Akamiz elga, yurtga, sayramizga, qancha joylarga taniqli. O'ziga yarasha hurmati bor akaxonimiz edi. Alloh joylarini jannatda qo'ygan bo'lsin. Qolgan umrini mana farzandi quvondiq. Jiyanlarimiz, nevaralariga bizlar tilab qolamiz. Xudo xolasa bundan yaxshiliklar bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishni hammamizga nasib etsin. Bu turnirlarni davomiy bo'lishini Allohdan tilab qolamiz. Xudo xolasa hammanglar xush kelibsizlar. Endigi ochilish dasturxoniga hammanglarni taklif etamiz. Nur to'yxonasiga birga bo'linglar. Ketib qolish yo'q. Keyin turnirlar davom etadi. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat Abdulla aka. Hurmatli qonaqlar men bugungi futbol turniridan қатысушылары, biz bugungi turnirimizni saltanatli turda ochib bergan ел ағаларға тағы бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ал енді сіздер бір ескерткіш суреттерге түсіп қойыңыздар. Қалған қатысушылар барлықтарымыз енді Нұр тойханасына Құдай талапқа барыңыздар. Ешкім қалып кетпесін, барлықтарыңызды шақырамыз. Hammanız mehmonlarimiz ana shu keksalar bor ekan, hammalarni Nұр тойханасына yo'q taklif etaman. Yoshlar